Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Сіздермен бірге Эльнара, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін түріктер таңғы асқа дайындайтын көзлеме тағам рецептісімен бөліскім келіп тұр. Біздің қамырымызды дайындаймыз. Қамырымыз қаттылау болу керек. Дрожжи, жұмыртқа қажет етпейтін қамыр. 1 шай қасық тұз. Кішкене су қосамыз. Біздің қамырымыз қаттылау болу керек. Қамырымызды илейміз. Қамырымыз қатты болса, үстінен су қосамыз. Қамырымызды 15-20 минутқа пакеттің ішіне демалуға алып қоямыз. Начинкамызды дайындаймыз. Көзлемеге әртүрлі начинка салуға болады. Колбаса, жұмыртқа, творог және тағы басқа нәрселерді қосуға болады. Түріктер көбінесе көзлеменің ішіне ірімшік салады. Айтпақшы, картоп пюресі мен көк жуа жақсы ұйқасады. Өте жұқа қылып жаямыз. Осылай ұнымызды себе береміз, қамыр жабыспау үшін. Начинкамызды жұқа қылып саламыз. Біріншіден біздің табамызды
қатты отқа ысытамыз. Содан кейін орташа отына қоямыз. Табамыз құрғақ болу керек, ештеңе қоспаймыз. Сары май осылай қылып қосамыз. Gözleменің әр жағын шамамен 2-3 минут табан үстінде ұстаймыз. Осылай қызару керек. Gözlemені 2 адамға істеуге ыңғайлы, себебі біреуі қамыр жайған кезде, екіншісі табан үстінде қуырады. Мен қамырды жайып аламда, үстінен осылай жауып қоямын. Мінекей біздің gözlemеміз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Осы тағамды дайындауға сіздерге кеңес беремін. Үйдегілерді қуантқыңыз келсе, осындай тез әрі ерекше gözleme дайындауға болады. Қарағандарыңыз үшін көп-көп рахмет, лайк және подписка қоюды ұмытпаңыздар. Келесі видеоға дейін сау саламатты болыңыздар. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Эльнара, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бургер рецептісімен бөліскім келіп тұр. Алдымен тауық етін майдалап тураймыз. Мінекей ет осындай болып шығады. Пиязды майдалап тураймыз, немесе мен сияқты блендермен еземіз. Пиязды блендермен езген кезде оны қатты пюре қылмаңыздар. Себебі су сияқты болып кетеді. Картоптарды кішкентай теркадан өткіземіз. Картоптарды өткізгеннен кейін оларды жақсылап сығу керек. Әйтпесе біздің котлеттеріміз сулы болады. Етті тұздаған кезде ас қасықтың жартысын қосамыз.
Орташа отында біздің котлеттерімізді қуырамыз. Әр жағын шамамен 3 минут қуырамыз. Қуырылғаннан кейін біздің котлеттерімізді салфетканың үстіне қоямыз. Мен магазиннен бургерге арналған булочкаларды сатып алдым. Булочкалардың ортасынан кесіп, біз табанның үстіне қуырамыз. Сары майдың үстіне қуырамыз. Мінекей, біздің булочкаларымыз осындай болып шықты. Майонездің смесін осы банкаға жасауға маған ыңғайлы болды. Майонездің ингредиенттері осы видеоның сілтемесінде жазылып тұр. Блендерді видеодағыдай тіке ұстаймыз. Біздің смесімізді блендермен қою болғанша еземіз. Ендеше біздің бургерларымызды дайындаймыз. Достар, сіздің қалауыңызша бургердің ішіне ірімшік, қызанақ қосуға болады. Осы рецептте менде 6 штук бургер болып шықты. Біздің бургеріміз осындай болып шықты. Қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Лайк және подписка қоюды ұмытпаңыздар. Келесі видеоға дейін сау саламатты болыңыздар. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Сіздермен бірге Эльнара. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен фритюр қажет етпейтін картошка фри рецептісімен бөліскім келіп тұр. Картоптарымызды видеодағыдай тураймыз. Айтпақшы, осы рецепт бойынша картопты құрғату қажет емес. Мінекей осындай қылып тураймыз. Майды видеодан шамалы көбірек құю керек.
Қуырған кезде үстінен тұздаймыз. Орташа отында қызарғанша қуырамыз. Қуырылған фриді салфетканың үстіне қоямыз. Біздің фриміз осындай болып шығады. Қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Лайк және подписка қоюды ұмытпаңыздар. Келесі видеоға дейін сау саламатты болыңыздар. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Эльнара, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай табадағы ПП торт рецептісімен бөліскім келіп тұр. Алдымен банандарды осылай вилкамен еземіз. Осы массаға жұмыртқа және сахарная пудра қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Содан кейін бір ас қасық какао және де бір ас қасық ұн саламыз. Мен қоқсытқыштың жартысын салдым. Осы массаны жақсылап араластырамыз. Банандарым лайықты түрде езілген жоқ, сол үшін блендермен еземіз. Осындай масса болу керек. Табаға бір тамшы май құямыз. Панкектің әр жағын шамамен 2 минут пісіреміз. Панкейкіміз осындай болып шықты. Келесі панкейкті пісірген кезде майды құймаймыз.
мінекей бізде 4 штук болып шықты. Ендеше кремін дайындайық. Сүтке какао және кукурузный крахмал қосамыз. Өте жай отында жақсылап араластырамыз. Бір ас қасық сахарный пудра қосамыз. Видеодағыдай осылай араласа береміз. Сүттің қалған жартысын осы массаға қосамыз. Шамамен 13 минут өтті. Осындай масса болып шығу керек. Кремімізді суытамыз. Осындай мега шоколадный ПП торт болып шықты. Қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Лайк және подписка қойды ұмытпаңыздар. Келесі видеоға дейін сау саламатты болыңыздар. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Сіздермен бірге Эльнара. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай дәмді, ерекше, әрі пайдалы манты рецептісімен бөліскім келіп тұр. Осы мантының ішінде бір құпия ингредиент бар. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Қамырды илейміз. Менің кесемнің көлемі 300 мл. 2 кесе толтырмай ұн саламыз. Тұздаймыз және бір жұмыртқа қосамыз. Кесенің жартысын салқын қайнаған су қосамыз. Қамырымызды қатты қылып илейміз. Мінекей біздің қамырымыз осындай болып шығады. Қамырымызды пакеттің ішіне салып, холодильникке шамамен 20-30 минутқа қоямыз. Мантының начинкасын дайындаймыз. Осындай пияздың жартысы қалды, мен оны подливаға қолданамын. Осы картопты да подливаға қолданамын. Мінекей достар, біздің құпия ингредиентіміз бұл өркеш май. Осы өркеш майды майдала қылып турап, оны мантың ішіне қосамыз. Айтпақшы, өркеш майдың дым иісі, дәмі жоқ. Біздің тамағымызды сочный қылады, және де оның біздің ағзамызға пайдасы зор. Өркеш майдың ішінде біздің ағзамызға керек B12 витамині бар екен. Айтпақшы, өркеш майы диеталық өнім болып саналады. Сол үшін достар, міндетті түрде өркеш майды күнделікті өмірде жеу керек.
интернетте Өркеш май туралы толығырақ оқысаңыздар болады. Қамырымызды видеодағыдай шұжық секілді жасаймыз. Қамырымызды бөлеміз. Менде осындай кішкентай 17 күлше болып шықты. Осылай әрқайсысын жаямыз. Қамырымызды домалақ жіңішке жаю керек. Жайылған қамырымызды осындай ыдысқа саламыз. Мендегі йогурттан қалған ыдыс. Барлық мантыларымызды видеодағыдай жасаймыз. Менде кішкентай 3 күлше қалды. Сонымен 14 манты шықты. Осы мантыларды табаға немесе қазанға пісіреміз. Достар, сіздерде одан да әдемі болып шығады. Соған менде мүлдем күмәнім жоқ. Ендеше подливаны дайындаймыз. Мен подливаны 2 табаға дайындап жатырмын. Себебі менде бір табаға 14 манты симайды.
подливамызды тұздаймыз. Біздің мантыларымызды 35-40 минут жай отында дайындаймыз. Біздің мантыларымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Үй жағдайында дайындалған майонезбен біздің мантыларымыз өте дәмді болады. Қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Лайк және подписка қоюды ұмытпаңыздар. Келесі видеоға дейін сау саламатты болыңыздар. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өзімнің спагетти пісіретін әдісімен бөліскім келіп тұр. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Тауық еттің табада пісірген кезде мен крышкасын жаппаймын. Қызарғанша қуырамын. Тауық етіне жарты қасық тұз және бұрыш қосамын. Помидор және болгар бұрышының жартысын тауық етімен бірге қуырамын. Асты жабыспау үшін қайнаған су құямын. Табаның крышкасын жауып, жай отына қоямын. Томатный паста қосамын.
Кайнаган суу куябыз. Сосын табанын крышкасын жауып, подливаны кайнатуу керек. Газды катты отко коябыз. Подлива кайнагандан кийин туздайбыз. Подливага спагетти косамыз. Спагеттинин үстүнөн дагы да кайнаган суу куябыз, себеби суу спагеттиди жабуу керек. Спагеттиди 5 минут кайнатабыз. Минеки 5 минут өттү, биздин спагеттimiz осындай болуптур. Спагеттинин астын басып, жай отуна дагы да 6-7 минут пиширемиз. Минеки биздин тагамыбыз дайын. Осы рецепт боюнча менин спагеттим өтө дәмдүү болуп чыгады. Сиздерге жасап көрүүңүзгө кеңеш берем. Карагандарыңыз үчүн көп рахмет. Лайк және подписка коюуду унутпаңыздар. Келесі видеоға дейін сау саламатты болыңыздар. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Сіздермен бірге Эльнара. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен фритюр қажет етпейтін картошка фри рецептісімен бөліскім келіп тұр. Картоптарымызды видеодағыдай тураймыз. Айтпақшы, осы рецепт бойынша картопты құрғату қажет емес. Мінеки осындай қылып тураймыз. Майды видеодан шамалы көбірек құю керек. Қуырған кезде үстінен тұздаймыз. Орташа отында қызарғанша қуырамыз. Фриді салфетканың үстіне қоямыз. Біздің фриміз осындай болып шығады. Қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Лайк және подписка қоюды ұмытпаңыздар.
келесі видеоға дейін сау саламатты болыңыздар. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Эльнара. Бүгін осындай құймақтың ішіндегі ет тағам рецептісімен бөліскім келіп тұр. Мендегі 400 грамм ет, соның 200 граммын қолданамын. 4 штук орташа пияз және болгар бұрышы, үлкен сәбіз. Етті біз майда көбік қылып тураймыз. Табаға май құйып, етті қуырамыз. Етті тұздаймыз. Қара бұрыш қосамыз. Басқа да етке арналған дәмдеуіштерді қосуға болады. Етті жақсылап қуырамыз, соған қайнаған суды қосамыз. Пиязды майдалап тураймыз. 25 минуттан кейін су тартылды. Соған біз пияздардың жартысын қосамыз. Жартысын подливаға қалдырамыз. Болгар бұрышын көбік қылып тураймыз, оны етке қосамыз. Сәбізді кішкентай теркадан өткіземіз. Сәбіздің жартысын етке қосамыз, қалған жартысын біз подливаға қолданамыз. Негізі мен тамақ жасаған кезде бәрін бірге жасаймын. Мысалы, ет қуырылып жатқан кезде мен гарнирді жасаймын. Начинкамыз дайын, ендеше құймақты пісіреміз. Құймаққа 3 жұмыртқа керек. Шамалы тұз қосамыз. Осы құймақ рецептімде мен түрік кесемен өлшеймін. Осы түрік кесесі біздің стандарттық кружкамыздың жартысы болып есептелінеді. 2 бардак сүт, 2 бардак ұн, жақсылап араластырамыз. Бардактың жартысын кипяток. Бір ас қасық жемішкі май қосамыз. Құймақты майда қуырамыз. осындай болып шығады.
құймақтың ішіне видеодағыдай начинканы саламыз. Начинканы салып болдым. Менде бір ғана құймақ қалып қойды. Майдың үстіне біздің құймақтарымызды қызарғанша қуырамыз. Құймақтарды қуырған кезде шовты астына қаратамыз. Құймақтарымызды салфетканың үстіне қоямыз. Осы құймақтардың ішіне ірімшік салсаңыз өте дәмді болады. Ендеше подливаны жасаймыз. Майға пияз, сәбіз және қызанақтарды қуырамыз. Қуырғаннан кейін су қосамыз және де томатный паста. Гарнирға картоп пюресін жасаймын. Тамақ дайын, астарыңыз дәмді болсын. Қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Лайк және подписка қоюды ұмытпаңыздар. Келесі видеоға дейін сау саламатты болыңыздар. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Эльнара. Бүгін осындай нан қалдықтардан табада пісірілген бір рецептісімен бөліскім келіп тұр. Алдымен нан қалдықтарын көбік қылып тураймыз. Үш жұмыртқаны сүтпен араластырамыз. Ол сместі тұздаймыз. Сары майдың үстіне туралған нан саламын. Туралған нанның жартысынан көбі табаға саламыз. Нанды 2 минуттай қуырамын. Содан кейін қызанақ пен ірімшікті қосамыз. Үстінен жұмыртқамен құямыз. Одан кейін үстінен қалған нанды саламыз. Табаның крышкасын жауып, шамамен 2 минутқа қалдырамыз.
Мінекей 2 минут өтті. Ендеше біздің пирогымызды тексереміз. Видеодағыдай пирогтың үстін басамыз. Пирогтың негізі жалпақ тарелкаға аударған ыңғайлы болады. Пирогты аударамыз. Пирогты аударғаннан кейін 3 минутқа қоямыз. Мінекей осындай пирог болып шықты. Нан сұрап болмау үшін осындай пирогтарды таңғы асқа істеуге болады. Қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Лайк және подписка қоюды ұмытпаңыздар. Келесі видеоға дейін сау саламатты болыңыздар. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Бүгін осындай үй жағдайында жасалынатын суши ролл тағам рецептісімен бөліскім келіп тұр. Қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Лайк және подписка басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеоға дейін сау саламатты болыңыздар. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Сіздермен бірге Эльнара. Бүгін осындай дәмді болгар бұрышы тағам рецептісімен бөліскім келіп тұр. Етті біз майдалап тураймыз.
Пиязды майдалап тураймыз, немесе мен сияқты блендермен еземіз. Шамамен бір бардак кесе күріш, соны жуамыз жақсылап, сосын біздің етімізге қосамыз. Болгар бұрыштарды дайындаймыз. Ендеше подливаны дайындаймыз. Осы шөптің аты түркше кекик. Ірімшікті теркадан өткізіп, үстінен салып қоямын. 4-5 минутқа қоямын. Мінекей осындай дәмді тамақ болып шықты. Осы тағам мясорубка қажет етпейді. Қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Лайк және подписка қойды ұмытпаңыздар. Келесі видеоға дейін сау саламатты болыңыздар.